Мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев 2020 жылғы жолдауында аңсаған сәби бағдарламасын жариялап, экстракорпоралдық ұрықтандыруға квота санын 7 есеге көбейтіп, 7 мыңға жеткізуді тапсырған. Бүгінде еліміздің 9 өңірінде 19 медициналық ұйым экстракорпоралдық ұрықтандыру қызметін ұсынады. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде аңсаған сәби бағдарламасы. Бұл бағдарламаның мақсаты сәби сүйе алмай жүрген жандарға дұрыс бағыт-бағдар көрсету. Жалпы қазір Қазақстан бойынша бедеулік белең алып тұр десек, артық айтпаймыз. Қаншама клиниканың есігін тоздырып, қаншама дәрігерлердің алдында жүрген пациенттеріміз нәтиже жоқ болса, түбінде осы жасанды ұрықтандыру клиникаларына келіп көмекке жүгінеді. Жалпы Қазақстанда осы эко орталықтарының ашылғанына міне биыл тура 28 жыл болды. Ал 2010 жылдан бастап мемлекеттік квота бөліне бастады. Әрине, 2010 жылдан бастап квота саны 100-ден басталды, 300-ге дейін барып жатты. Бірақ та 2021 жылдан бастап президентіміздің қолдауымен республика бойынша 7000 квота бөлініп басталды. Енді осы тақырыпты әрғарай жалғастыру үшін, толығырақ осы тақырыпты ашу үшін бүгін студиямызға келген қонақтармен таныстырып өтейін. Репродуктивті медицина институтының репродуктолог маманы Айгерім Бақытқызы және сол клиниканың заңгері Айгерім Адағайқызы келіп отыр. Қош келдіңіздер бүгін программамызға, бағдарламамызға. Яғни әйелдің жалпы азаматтығы. Қазақстан Республикасының міндетті түрде азаматы болуы қажет. Ол кісінің күйеуі басқа мемлекет азаматы болуы мүмкін. Жалпы әйелдің көзіне келсе, Қазақстан Республикасының азаматы болуы керек. Әрине, ол кезде пациенттер жылдап күтетін кезегін. Қазіргі соңғы жылдары әйел адам мен ер адамның бедеулік себептері тен-беттен болып тұр, 50-50 болып тұр. Айгерім Бақытқызы, алғашқы сұрақ енді өзіңізден бастағым кеп тұр. Жалпы осы экоға қазіргі таңда өте көп пациенттер жүгініп жатыр ма? Бұрынғымен салыстырғанда, 10 жылғы бұрынғымен салыстырғанда, қазіргі таңда осы бедеулік шынымен белең алып тұр ма? Және тура осы квотаға келетін болсақ, қаншалықты қолжетімді халық үшін осы квота? Саламатсыздар. Бүгінгі біздің алып отырған мәселеміз, бүгінгі тақырыбымыз өте шынымен де керек, өте қажет халыққа, адамдарға. Негізі бедеулік мәселесі өте белең алып тұр, өте жиі кездесетін мәселе болып тұр. Бедеулік негізі қашан осындай диагноз қойылады? Бір жылдың ішінде жұп, уақытылық жыныс қатынасына түсіп тұрса, ешқандай сақтану қолданбаса, бір жылдың ішінде бала сүйе алмаса, сол кезде репродуктолог дәрігеріне жүгінуі тиіс. Егер де бір жылдың ішінде бала көтермеген жұп келсе, біз оның не үшін көтермейтін жолдарын іздеуге тырысамыз. Себебін анықтаймыз. Бұл жерде ер адам жағынан да және әйел адам жағынан да себептер болуы мүмкін. Осыдан бірнеше жыл бұрын көбінде әйел адамды кінәлайтынбыз. Көбінде әйел адам бедеулігі деп санайтынбыз 70%-ында. Қазіргі соңғы жылдары әйел адам мен ер адамның бедеулік себептері тен-беттен болып тұр, 50-50 болып тұр. Егерде ер адамды алсақ, оларда көбінде шәует талдауының бұзылуы болады. Немесе шәует мүлдем жоқ болады, немесе саны, сапасы, морфологиясы азаяды. Осымен қоса хромосомный аномалия дейміз, егер де тұқым қуалайтын аурулар болса, ер адамдар бала сүйе алмайды. Әйелдерде себептер кішкене көбірек. Бұл жерде жатыр түтігін өтпеуі ең бірінші орында алады. Екіншіден, аналық безін дұрыс жұмыс істемеуі, анавуляция деп атаймыз. Үшіншіден, бізде жатырдың өзгерістері болуы мүмкін. Жатырдың жоқ болуы, жатырдың аномалиясы, жатырдың
әртүрлі аурулары болады. Осының бәрін анықтап, дәлелдеп, диагнозын дұрыс қойып, одан кейін қандай тәсілмен эко жасауын біздің адамға, әйелге, жұпқа түсіндіру біздің жұмысымыз. Жақсы, енді сіздің алдыңызға келді, жұп 3 жыл баласы жоқ, тек 5 жыл баласы жоқ, 10 жыл баласы жоқ. Анықтадыңыздар себебін, кейде анықтай алмай жатамыз, бәрі жақсы, бірақ бала жоқ деп, ерінде де жақсы, әйелінде де жақсы, ешқандай себеп жоқ. Кейде себебін анықтап жатамыз. Жақсы, енді эко жасады деп уже кеңес бересіздер, енді қанша жыл бала болмағаннан кейін. Енді жаңағы айтып өттім ғой, квота жөнінде толығырақ айтып өтсеңіз, тегін экоға кім жүгіне алады, ол қаншалықты қарапайым халыққа қол жетімді? Негізі қандай сіздер анализ сұрайсыздар? Пациент квотаға барып кезекке тұру үшін, квота алу үшін. Негізі осы бағдарлама жарияланған күнде мен ойлаймын, халық өте риза болды, өте қуана бастады. Ең басты бұл жерде мәселе эко бағдарламасының айтамыз ғой, қымбат болуы. Көп жай қарапайым адам қол жеткізе алмайды. Президент осы аңсаған сәби бағдарламасын жариялаған кезде қарапайым халықтың қол жетімді болуына өте жақсы жол ашылды, өте жақсы мүмкіндік берілді. Негізі бұл сіз айтып өткендей программаны ақылы түрде жасауға болады, ақысыз түрде жасауға болады. Ақысыз түрде жасағыңыз келсе, квота деп отырмыз ғой, бұл жерде өзінің ерекшелігі бар. Біз нәтижелерін, талдауларын сұраймыз бізге әкеліп ұсынуға. Әйел адам өзінің гормон талдауын әкеліп ұсыну керек. Қандай гормон? Бұның ішінде ең басты антимюллеров гормон, қысқаша АМГ деп атаймыз. Бұл гормон 1-ден жоғары болуы тиіс. 1 деген цифрдан жоғары болу тиіс. 1-ден төмен болса 0,8, 0,7, 0,6, 0,2 болса, бұл бағдарламаға кіре алмай қалуы мүмкін. Тегін экоға кіре алмай қалуы. Тегін экоға ілінбейді, өкінішке орай. Бұл АМГ гормоны нені көрсетеді? Авариалдық қорды, яғни біздің аналық бездің жұмысын көрсетеді. 1-ден жоғары болса, әрбір безде 2-3 фолликулдан жоғары, яғни бізге жұмыс істейтін аналық жасушалар болады деген сөз. Егер бұдан төмен болса, онда бір программадан сәби сүйе алуға мүмкіндігі төмендейді, өкінішке орай. Сондықтан біріншіден осы гормонды сұраймыз, екіншіден ФСГ, ЛГ гормондары, фолликулостимулирующий или лютинизирующий гормон деп аталады. Бұлар енді жасушаның сапасын көрсетеді. Егер АМГ санын көрсетсе, бұл 2 гормон сапасын көрсетеді. Осы 2 гормонды сұраймыз. Одан кейін ер адам жағынан шәует талдауын сұраймыз. Шәует талдауын айтып өткендей 3 нақты нәтижесін сұраймыз. Саны, сапасы және қозғалысы. Осы үшеуіне қарап, андролог дәрігері ер адамға уже нақты диагнозын қоя алады. Ерлі зайыптылардың арасындағы бедеулік ол 50% ер азаматтарымыздың тарапынан келеді. Ол ер азаматтарымыздың тарапынан келген кезде бедеулікке алып келетін себептерді біз жіктеп айта аламыз. Ол біріншіден жыныстық жолмен жұғатын инфекциялар, және жыныстық жолдың бойындағы қабыну процестері, және осы ома ағзасының, аталық бездің айналасындағы тамырлардың, көк тамырлардың кеңеюі, варикоцеле. Және простатит, ол жол жөнекей, және де басқа идиопатический бесплодие деп айтады, себебі белгісіз бесплодияларда кездесіп жатады. Енді осы мәселеге тереңірек қараған кезде ер азаматтарымыз бірінші кезекте шәует анализін тапсырған ең дұрысы сол. Сол шәует анализден кейін дәрігерге барса, уролог-андролог, ары қарай оның тексерілуі де және бағыты, тексеру бағыты да белгілі болады. Ол ер азаматтарды оңға, солға деп шаптыра бермейді, жұмсай бермейді. Нақты қай бағытта тексеру екенін анықталады. Бірінші приемның өзінде. Осымен бірге жатыр түтігінің рентген снимогын ұсынуға сұраймыз. Неге десеңіз, УЗИ ультрадыбыстық зерттеумен тек қана жатырдың өзін, аналық безді көре аламыз, ал жатыр түтіктерін тек қана рентген тәсілмен анықтай аламыз. Сондықтан әйелге осы МСГ метросальпингография немесе гистеросальпингография деп аталатын анализді әкелуге сұраймыз. Осы жерде бір сұрақ қойып кетейін сізге. 20, 24, 23 жастағы жас тұрмысқа шыққаны 2-3 жыл болған
сізге жұп келіп отыр, олар әу бастан білді күйеуінде проблема екен. Мысалы, күйеуінің жаңағы сіз айтып өткен ұрығы өте нашар, төмен, оларға тек қана эко ғана көмектесе алады. Вот сондай пациенттің трубасын тексеру міндетті ме, міндетті емес пе? Жоқ, оны бірінші айтады ғой адамдар, біз сізге келейік, анализімізді өз бетімен әкеле берейік, біз өте айтамыз, өте маңызды бірінші репродуктолог дәрігерінің қабылдауына барып, кеңес алу, ақылдасу. Сіз айтып өткендей, әртүрлі жағдай, әртүрлі себеп болады. Егер әу бастан біліп отырса, ер адамның шәуетін сапасы, саны нашар екен, ерлер факторы. Ерлер бедеулігі. Онда әйелге түтікшесін тексеру міндетті емес. Жатыр түтікшесін тексеру міндетті емес. Жас жұп келсе, балалары жоқ болмаса, бедеуліктің бізде негізі екі түрі болады. Бірінші түрі, екінші түрі. Бірінші түрі ол ешқашан бала көтермеген, балалар сүймеген жұпқа осындай диагноз қойылады. Егер де бір жүктілік болса, мейлі ол босанумен аяқталсын, балалары болсын, мейлі ол жүктілік түсікпен аяқталсын, аборт жасалынсын, жүктілік болды деген сөз. Онда бедеуліктің екінші түрі деген диагноз қойылады. Осыған байланысты біз тағы да бір өте маңызды талдау сұраймыз. Оның аты кариотип. Кариотип дегеніміз бұл хромосомный набор дейміз. Әрбір адамның түрі, дауысы, көзінің көзқарасы, шашының түсі, көзінің түсі дегендей, осының барлығы генотип, фенотип деген өзінің ДНК-сына байланысты болады. Осы хромосомаларды анықтайтын талдау кариотип деп аталады. Егер бедеуліктің бірінші түрі болса, осы анализді міндетті түрде сұраймыз. Яғни ерлер кариотипін сұраймыз, және әйелдің кариотипін сұраймыз. Бұл өмірде бір-ақ рет тапсырылатын анализ. Бір-ақ рет тапсырылатын, бір-ақ рет анықталатын анализ. Егер де бұл жақта барлығы жақсы болса, бұл жұп квотаға қол жеткізе алады. Егер де бұл жерде өзгерістер болса, мысалға келтіруге, ер адамдарда синдром Клайнфельтера деген ауру өте жиі кездеседі. Бұл жерде хромосом талдауында өзгерістер анықталады. Бұл адам уже өкінішке орай яғни егер де хромосомасында өзгеріс болса, бұл пациенттер квотаға ілге алмайды. Өйткені бұл денсаулық сақтау министрінің қойып отырған талаптары. Яғни АМГ төмен болмау керек, жаңағы ФСГ жоғары болмау керек. ФСГ деген гормон жоғары болмау керек, және кариотип деген жаңағы генетикалық талдау анализі дұрыс болу керек. Және әйелдің жасына қарайсыздар ма, қарамайсыздар ма? Міндетті түрде әйелдің жасына қарау керек, бірақ жас деген шектеу қазір шешілді. Жас деген жоқ. Біз міндетті түрде ең бірінші аналық бездің жағдайына қараймыз. Гормондардың көрсеткіші бізге аналық бездегі клеткалардың сапасын көрсетеді. 45-тегі де, 46-дағы да, 44-тегі де келіншек есе осы анализдердің бәрі дұрыс болса, квотаға өзіне кезекке тұрып квотамен тегін эко жасауына мүмкіншілігі бар ғой. Барлығы жақсы болса, аналық безінде фолликул саны дұрыс болса, АМГ-сы бірден жоғары болса, онда міндетті түрде квотаға қол жеткізе алады. Дұрыс айтасыз. Рахмет. Енді Әйгерім ханым, сұрақ өзіңізге. Заң жүзінде кімдер, және медицина тұрғысынан айтып өтті ғой, қандай көрсеткіштер, ал заң бойынша қандай көрсеткіштер? Мысалы, менде мынандай сұрақ: отбасы жоқ жалғыз басты әйел квотаға тегін эко жасатуға құқысы бар ма? Жалпы бұл сіздің сұрағыңызға жауап берместен бұрын, Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің жалпы 272 бұйрығына сәйкес квотаға кім іліге алады, кім іліге алмайды жайында жалпы ана болу бақытын аңсап жүрген қыз-келіншектеріміз жалпы аз емес. Яғни әлеуметтік медициналық сақтандыру аясында бұл жүйе бойынша квота мен эко бағдарламасын жасатамын деген қыз-келіншектер қандай критерийлерден дейміз ғой өту керек. Жаңа Әйгерім Бақытқызы дәрігерлік тұрғыдан, медициналық тұрғыдан қандай критерийлерден өту керек және қалай ілігетін жайында айта кетті. Ал егер заңнама бойынша айтатын болсақ, бұл біріншіден айта кететін жайт, біз квотаны әрқашан әйелге қарай ашамыз, бөлеміз. Яғни әйелдің жалпы азаматтығы. Қазақстан Республикасының міндетті түрде азаматы болуы қажет. Ол кісінің күйеуі басқа мемлекет азаматы болуы мүмкін. Жалпы әйелдің көзіне келсе, Қазақстан Республикасының азаматы болуы керек. Екіншіден, ол кісі жаңағы айтамыз ғой, бәрімізге таныс ұғым вид на жительство, яғни уақытша тұруға ықтиярат құжаты болуы қажет. Жалпы бұл жерде айта кететін бір нюанс дейміз, яғни ол кісіде ай сайын бөлініп отырған фондқа отчисление шегерілім болу керек. Егер ол ай сайын бөлініп отырған болса, вид на жительство, яғни жаңағы уақытша тұруға ықтиярат қағазы құжаты болған жағдайда да эконы квота аясында өтуге мүмкіндігі бар. Осы жерде көзіңіз білен сразу осы сұрақ: не фонд ол? Фонд әр ай сайынғы
жаңағы айтамыз ғой айлық жалақыдан бөлініп отыратын арнайы отчислениялар. Жаңағы штатный сотрудник, нештатный сотрудник деп бөліп жатамыз ғой, сол сияқты біреулерінде бөлінеді, біреулерінде бөлінбейді. Сондықтан да айта кететін жайт, егер вид на жительство мен жаңағыдай құжаты болатын болса, онда әр ай сайын жаңағыдай фондқа шегерілім жасалып отыру қажет. Ондай кезде квота аясында өте алады. Үшіншісі ол біздің белгілі бір кезінде бір жағдайлармен ел асып басқа жаққа кеткен өзіміздің қандастарымыз, оралып келіп жатқан қандастарымыз квота аясында өте алады. Вы знаете, мне 35 лет, я уже 5 лет как замужем. Скажем так, я керен большой казахской семьи. У моего мужа очень большая семья, многодетная. У него 4 братьев и 3 сестры. Каждая семья имеет по несколько детей. У моих ата и не очень много внуков. Но, к сожалению, вот так получилось, что за 5 лет я никак не могу также осчастливить, одарить своих маму с папой и своего супруга детьми желанными, внуками. И это действительно дает, скажем так, отрицательные эмоции как во мне, так и я вижу сомнения и состояние того, что то есть, как бы от меня ждут, когда же ты в конце концов уже родишь, принесешь домой ребенка, и мы уже услышим плач ребенка в наших стенах. Мы уже за эти 5 лет провели 3 ЭКО. ЭКО достаточно дорогая процедура и требует очень хороших денег. На сегодняшний день вот мы узнали относительно того, что глава государства перевыпустил, умножил квоту на экстракорпоральное оплодотворение, и мы сейчас хотели бы принять в нем участие. То есть я сейчас собираю документы, так как муж работает, мне хочется поскорее все возможные документы собрать, получить информацию максимальную. Имеем ли, можем ли мы также принять участие в квоте. И, наконец-то, может быть, в конце концов, мы уже услышим долгожданный крик ребенка в нашем доме. И отпадет вопрос у моих мамы с папой, тоже их хочется порадовать, чтобы они могли понюхать, как они говорят, немеремыздың иісін иіскегім келеді. И вот хочется, чтобы наконец-то они вдохнули тот самый долгожданный аромат внука, внучки. А вообще, если бы двойня было бы великолепно. Вот хотела бы узнать, в какие учреждения мне нужно сходить, какие направления получить, чтобы была возможность принять участие в программе ЭКО. Жалпы тұрғылықты мекен жайы бойынша жақын емханаға барады, әйелдер кеңесіне барады, ол жерде тіркеледі де, мысалға айтсақ, репродуктивтік медицина институтына жолдама алады тікелей. Сол жолдама бойынша ол репродуктолог дәрігерін таңдайды. Репродуктолог дәрігердің кеңесіне келе отыра, ол кісінің жаңағы жолдама беретін направление дейміз ғой, жалпы айтқанда, сол жолдамасы бойынша талдаулар, қорытындылар, тексерістерден өте отырып, дәрігерлік консилиумнан өтеді. Егер консилиумнан бәрі жақсы, ешқандай бұл кісінің өзі күш ағза органдарында ешқандай қосалқы аурулар болмаса, егер өздерінің биоматериалдарымен жаңағыдай айтқы донорлық дедік, сондай сіз өте алатындай жағдайлар болса, ол кісіге міндетті түрде клиникадан протокол бөлінеді. Ол протоколды алады да, ол кісі жаңағы қайтадан әйелдер консультациясына барып кезекке тұрады, 14-14 жаңағы несінен номерінен смс келіп, ары қарай репродуктолог маманы таңдап, квотаға бастап кетеді, квота процесін үрдісін. Жалпы осылай жүреді. Жалпы біздің Қазақстанда осы ЭКО бағдарламасымен жұмыс жасайтын 19 клиника бар, егер мен шатаспасам. Енді Қазақстанда жаңағы 7000 квота бөлініп жатыр ғой. 7000 квота осы 19 клиникаға да бөлініп жатыр, солай ма? Осы сонда тек қана бір клиника емес, бұл мен бірнеше клиника, барлық клиника жұмыс жасайды деп айтсақ болады, осы бағдарлама аясында, Бұл жерде бір ерекшелік бар ғой, клиникаға, әрбір клиника бұл бағдарламаға қол жеткізе алмайды. Міндетті түрде білікті маманы бар, жаңа оборудование
оборудованиясы дейміз ғой, иә, өте бізде маңызды эмбриология лабораториясы бұл жерде. Егер де заманауи жақсы оборудованиясы болса, жақсы мамандары болса, жақсы қалай айтсақ болады, өзінің аккредитациядан өткен показательдер болса, одан кейін жоғары санатты дәрігерлері болса, эмбриологтар болса, осы тексеруден өтіп қана бара, мемлекет осы клиникаға квота беріледі деген бұйрым шығарады, бұйрық шығарады. Бұлай кез келген мен жасаймын деген клиникаға берілмейді негізі. Яғни барлық жағынан жақсы болу керек қой, нәтижесі де жақсы болу керек. Нәтижесіне де қарай. Бірнеше жыл жаңағы опыты дейміз ғой, тәжірибесі де болу керек ондай клиниканың. Жақсы, енді ондай клиникаларға жаңағы 7000 квотаның барлығы бөлінді. Бұрын енді бүкіл Қазақстанға 300 квота ғана бөлінетін. Әрине, ол кезде пациенттер жылдап күтетін кезегін 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл күткен пациенттер бар. Қазір енді шүкір, олай жылдап күтпейді. Көбі енді 2 ай, 3 ай, 4 ай, әрі кетсе бір жыл мүмкін күтуі мүмкін. Енді қазір өте жиі келіп жатыр, өздеріңізде көріп жүрсіздер. Ол өтірік емес, себебі 7000 квота әрине ол өте көп, жақсы, халық үшін қол жетімді. Сіздердің информация бар ма? Қай өңірге көбірек бөлінеді, қай өңірге азырақ бөлінеді? Ол неге байланысты? Себебі пациенттер кейде жылдың басында емес, жылдың ортасында айтып жатады. Бізде квота бітіп қалды, квотаның бәрі тарап кетіпті, бізге квота жетпей қалды деп жатады. Бұл сонда квота қай өңірге көбірек бөлініп жатыр жалпы? Негізі бізде екі үлкен қала бар, біздің Алматы сүйікті қаламыз және елордасы Астана бар. Осы екі үлкен қалаға көбінде 1000 шамасындай квота беріледі. Одан кейін ары-қаратай үлкен облыстарға бөлінеді өзінің тұрғын санына байланысты. Қай өңірде көп болады тұрғын саны, халық саны қай өңірде көп, сол жерге көбірек бөлінеді. Негізі былай айтып айтқанда Алматы қаласында ең квота баяу жылжиды. Неге десем, Алматыға барлық адамдар көшіп келеді, жас жұптар көп, жұмыс бабымен келетін адамдар көп, барлығы Алматыда тұрғысы келеді. Сондықтан Алматыда квотаны ең ұзақ күтеді. 6 айдан 1 жылға дейін жуық. Кішкене алыс өңірлерде, Ақтөбеде, Ақтауда, Атырауда, бізден кішкене алыс жерлерде кішкене квота тезірек жылжиды дейміз ғой. Кезегі тезірек жылжиды. 3 айда алып келуі мүмкін. Кеше келген пациент 1-2 айда бізге квотам кезегім келді деп қуанып келіп отырады. Жақсы, түсінікті. Әрине бұл квота туралы эко жайында айта берсек, бұл әңгіме ұзақ. Біз енді жалпы бағдарлама барысында келесі бағдарламада біз әрбір этапына, әрбір нозологиясына тоқтап өтетін боламыз. Сіздерге бүгін уақыттарыңызды бөліп келгендеріңіз үшін рахмет айтамын. Құрметті көрермендер, біздің телеарнамыздан, біздің бағдарламамыздан алысқа кетпеңіздер, себебі біз бұл жалпы эко жайында, жалпы бедеулік жайында, жалпы квота жайында бағдарламамыз әлі көп түсірілімі. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.